Армысың, қасиетті киелі батыр халқым, қазағым. Мен Хорн қаласына жол тарттым. Таджик әйел мені қонаққа шақырып жатыр. Мүмкін адвокатты ауыстырсақ, мен адвокатымды ал деп тұр. 2 рет негатив алған жерінен сол адвокат құтқарып қапты. Сол адвокатты іздеуге барамыз екеуміз. Мен отырған пойыз. Мынау Денхелдердің орталығы. Мына үлкен үйді жөндеп жатыр. Орталық, мына жерде барлық дүкендер, сауда орын. Хорн қаласына келдім. Хорн қаласында менің құрбым таджик әйел тұрады. Сол қонаққа шақырды. Бірнеше күн қонып жатам. Сейсенбі күн таңертең кететін шығармын. Бүгін жұма ғой. Ана жолы еден жуам, жұмысым бар, еден жуам деп бой бермей кетіп қалып едім, соған ренжіп қалыпты ғой. Бүгін еденді соңғы рет жудым, соның өзінде мен жуған жоқ, мен орнына Сомалидің жанындағы жатқан Сомалидің әйелі сол жуды, мен орныма. Сондай керемет мейірімді әйел, қайырымды. Сен баратын жеріне бара берме, сен орнына жуамын. Дүйсенбі күні өзім бастап, өзім үшін жуам. Бүгін сен үшін жуам деп, бүгін мен үшін жуып, еденді менің қолымды босатты. Енді дүйсенбіден бастап сол Сомалидің әйелі жуады. Мен болды еден жумайым, жоғым келмейді, көңіл күйім жоқ. Негативтегі сон жыным ұстап жүр. Егерде қазір таджик әйелдің адвокаты, қорғаушысы менің ісімді көріп бірдеңке істеуге болады десе, онда мен сол әйелге, сол адвокат әйелмен жұмыс істеймін. Еркегі дұрыс емес екен, әйел мен жұмыс істеймін. Сол Хорн қаласына келдім. Қазір карточкемді басамын. Карточкем менің сөмкемде. Мына телефоным бірінші қапшығымның бірінші бетінде былай бассам, мені шығарды мені. Енді қазір автобусқа отырам. Хорн қаласына осы мен 3-ші рет келіп тұрмын. Бір рет Иран отбасымен келген қыдыруға. Қыдырып келдік. Теңізге дейін барып. Мына орталығы ар жағында тағы. Одан да әдемі жер бар. Мына енді станса. Стансадан қазір автобусқа отырам. Сүт сатып алдым, коктейль, соңген бетті жуатын сүт сыйлық әкеле жатырмын. Коктейлім екеуін сатып алсаң 12 евро, ал акциямен, науқан бағасымен. Ал егер бұрынғы бағасымен сатып алсаң, біреуі 10 евро болатын еді. Екеуін сатып алсаң 12 евро болып, науқан бағасымен сатылып жатыр. Ой, алдама, қазір ана жерде автобус бар. Бір рет барғанмын. Мына карточкем қаланың сыртына шығып кетсем, сонда бұғақталады екен. Ана жолы мен енді карточкем бұғақталды деген сон барлықтарыңыз абыржып, не болды, не болады екен деп. Қаланың сыртына шықсам, карточкем бұғақталады екен, қаланың сыртына шығуға болмайды, қаланың ішінде жүру керек екен. Кез келген көлікке отыруға болады, бірақ қаланың сыртына басқа тариф па бірдеңке. Осылай Хорн қаласы да у-шу, адамдар көп, ағашыға жүгірейін десем, адам әлі жоқ. Мына Хорн қаласы.
Қазір жолда жүріп баратқанда тағы қаланы көрсетем. Сон болды. Орын қаласы. Автобусқа отырып, енді саяхаттап кетіп баратырмын, көремін қаланы, Орын қаласын. Керемет бір ерекше жерлерін көргім келеді. Бірақ оған барай алмаймын ғой мен. Барлық жер бір қалыпты. Бірдей жол, бірдей үй, бірдей ағаш, барлығы бірдей. Қойды қараңдар. Емін еркін, мамыражай жайылып жатыр. Ешкім жаймайды. Сумен қоршалған. Не қашып кетпейді, не ұрлап кетпейді ешкім. Су қорған болып тұр. Сүп-секімді. Бір жаман үй жоқ. Бір нұсқамен салынған. Міндетті түрде мынандай арналар болады, су арналары. Қай жер болмасын, барлық жерде су арналары.
көкорай шөп, байқасаңыздар, бірде бір жалаңаш жатқан жер жоқ. Мына көне ескі үй, қараусыз қалған, ескі құлайын деп тұрған үй. Ауылды жер қайда, қайсы қала жер, қайсы бірдей барлық жер. Қала болсын, ауыл болсын, үйлері бірдей, жерлері бірдей. Жаман үй шықты. Ескі қараусыз қалған, ескі үй. Бірінші рет көрдім жаман үйді. Өтіп кеттік.
автобустан түстім, енді жаяу аралайым. Үйлерді көріңіздер. Таптинақтай. Өтем, әпетім, енді байларын үй қойдым. Екі қабатты, үш қабатты. Төбесіне дейін тұрады. Үлкен айқара терезелер бар. Қойлар. Жатыр. Бордаққа қойлар. Әптен бордақ екен. Хорм қаласы. Міне, қараңыздар. Үй, сонген тас жол. Автобус көлік жүретін. Міне көшелер қандай. Жаңадан орылған көкорай шөптің иісі қандай, тынысында ашады. Денсаулыққа қандай жақсы, пайдалы. Иісі деген сүттің иісі, балғын шөптің иісі тынысында ашады. Тракторлері ойыншық сияқты. Түстер қандай әдемі, қып-қызыл, сап-сары, жап-жасыл, қап-қара. Не істейді екен? Техника деген. Осылай отбасымен суда жүзіп жүреді. Не керек, ештеңе іздемейді, бәрі бар. Найды қараңыздаршы, не деген сурет. Не деген сурет. Қандай сақат. Мына жердің жиегіне дейін шөп. Қойлар. Сиырлар. Онда 2 жылқы көрдім, өтіп кеттім. Бет-себет. Солай, қазақтар. Өмір деген осыларда. Уайым қайғысыз. Күтімде жүр.
сиырдың жапасын иісі. Көп болды сиырдың жапасын иісін иіскемегеніме. Өте пайдалы екен ғой. Мына қораның ішіндегі ауа адамдарға өте мал қорасы. Мал қорасының иісі адам ағзасына өте пайдалы екен. Малдың төлі балаларға пайдалы. Дамығанына, сөйлегеніне, жаман қуатын алып, жақсы қуат береді малдың төлі балаларға. Аққу ма, қаз ба? Аққу ғой деймін жандарым жатқан. Барлықтар бір қатарға тұрып апты. Марқа қозылар ғой. Бір қатарға тұрып апты. Мынау қаз ғой деймін. Аққу ма? КамАЗдарды тегіл жүреді, жолдары бұзылмайды. Міне жолдың құрамы қандай. Бір тасы жан-жаққа шашап жатқан жоқ. Тас шеге болып қатып тұр. Тас шеге болып қатып тұр. Қаланың сырты. Шіркін-ай, қандай керемет, әдем, бірінен бірі өткен үйлер. Мынандай техника, бульдозер, бұдан да кішкентай бульдозер бар. Әдемі үй. Қоршау жоқ. Қорғанмен қорғанып, бірін-бірінен тығылған көршілер болып кетті ғой бізде Қазақстанда. Бірін-бірінен қорған арқылы бөлініп, тығылып, қорқып, бірін-бірінен қорқады ғой. Мына қорғанның орнына су терем ба, асты саз балшық, батып кетесіне тұрып қаласың. Сол үшін ешкім су кешіп, ешкім үйіне өте алмайды. Қанша эконом. Міне қандай үй. Керемет. Құстарды қараңыздар. Қаздайып тұрып алды. Арасында ұша бастады. Қаздайып, бәрі қаздайып тұр. Не ештеңке шұқымайды. Қаздайып тұр бәрі. Ауылдың сыртына шығып кетті. Ауылдың өзінде ана үйлердің үйлердің үлгілері қандай. Ескі заманнан қалыптасқан қамыстан, шидан ба қамыстан төбесін жасайды. Ана артында шіркеу. Шіркеуге қазір бірде-бір нидерландтық бармайды. Шіркеудің барлығын болашақта үйлерге бөліп тастайды. Адамдар тұратын үйлер болады. Ауыл.
Ауылда қыдырып жүрмін, ауылдың үйін көрсетейін. Міне, ауыл деген осы. Европадағы ауыл осындай болады. Мына бір адамның қорасы. Мынандай үйлер, ертегідегі үйлер сияқты. Шөп, су, гүл, әдемі үй, көлік. Басқа не керек адамға? Сүп-сүйкім дейді, қараңдар. Міндетті түрде әр аулада гүл өсет, өсімдіктер өсет. Міне осылай адамдар демалады. Міне жылқылар, үйдің артында жылқылар жайылып жүр. Анау неді, шағын кішкентай үй, дөңгелекте ары-бері тасып, кез келген жерде қона саласын, тұра саласын. Мынау шиден жасалған төбе. Міне ауылдың үйлері осындай болады. Қаланың үйлері кішкене шағын, ал ауылдың үйлері осай үлкен, кен арал. Үйлері қоршалмаған. Өйткені барлықтар мәдениетті, тәрбиелі, ұрлық деген жоқ, қылмыс дегенді білмейді. Қылмыс. Міне барбекю жасап жатыр үйдің артында. Ешқай көкжай. Аға. Вот этот дом бәрінен де осы үй ұнайды маған. Міне. Енді мынау миллиард евро шығар мына үй. Үйде екен, 2 гаражы бар. Мүсін. Мынау үй. Мынау енді қоршалған байдың үйі, әрине. Мынау ағаштың өзін қалай жасап қойған. Мына, ой, арман ғой, мынау арман. Осай өмір сүрсек, қазақтар. Жұмақ қой. Мына бүкіл мынаның барлығы бір адамның уәлаяты, аумағы. Гүлі де өсіп тұр. Арнайы қызметкер келеді, мына шөбін қырқып кетеді. Қандай ғажайып. Осы әдемі. Міне. Осы үйдің уәлаетін мына су бөліп тұр. Мына жиекке сойып тастаған, қорған керек жоқ. Егер мысалы мына аулаға кіру үшін мына су, мысалы аттай алмайсың. Ені 2 метр аттай алмайсың. Ал су кешіп өтсен, судың ішінде батып қаласың. Батпақты. От қорғанды керек жоқ. Сумен қорғал. Үнемді. Мына ар жағы кен дала. Сиыр жайылып жатыр. Міне. Бір кінәрат жоқ. Мына үйді қараңыздар. Қандай әдемі, таза. Жайбарақат, тып-тыныш, мамыражай. Үйлері кен, ауласы бәрі. Мына үйді қараңыздар. Су, ертегі,
Қандай әдемі ағаштар. Сурет салушы еді ғой осындай. Ана қоршаудың орнына ағаш. Ағордан алды ғана ғой, бізде Ағордан алды ғана осындай әдемі. Ал мына адамдардың өздерінің ауласы осындай. Үйлері, ауласы әдемі. Әр аулада көріндер ма, 1-2 көлік тұр міндетті түрде. Мынандай кен үй. Қойлары жайылып жатыр. Әр адамнан жайылымы. Қойлар бордақы бәрі жайылып, мамыражай, күшті. Жылқылары жайылып жатыр. Мына осылай қоршап қойыпты. Ешкім жаймайды, санамайды, қораға кіргізіп, басылға атпайды. Болып жібере салады. Керек кезде алып сойып жейді. Қандай ауласы. Әдемі. Әдемі, күшті. Шыныдан жасалған есік, терезе. Мына Экшн деген дүкен. Экшн до сих пор открыт. А у нас закрывается. Көлік сатылатын. Экшн түнде де істейді. Арзан дүкен, Экшн. Ұсақ түйек, шампунь, боянатын нәрселер. Ұсақ түйектің бәрі осы дүкенде арзанға сатылады. Барлығы 50 теңге, барлығы 100 теңге деген дүкендер бар ғой. Солар міне Экшн да сатылады. Актион деп оқимыз қазақтар. Экшн деп аталады. Мына үйдің моржасын қараңдар. Каминнің моржасы. Міне қоршау. Туядан жасалған қоршау. Мына үйді қараңыздар. Қандай әдемі. Сурет салғандай моржасы. Өздері пеш жағады ғой деймін. Гараж. Ойыншық сияқты бәрі. Тап-тинақтай. Міне ескі үй. Ескі үйлер моржасымен. Өмірлік. Вечные дома, да? Да. Никогда в жизни не сломаются. Нет, нет. Ухода не надо. Ремонта не надо, да? Да, они сами делают, что им надо. Нет, вот наружные стены красить не надо, белить не надо, как у нас. А это төбесі из соломы, да? Да. Угу. Говорят, что солому берут, покупают у нас с Казахстана. Оказывается, у нас в Казахстане одна женщина занимается и напрямую доставляет солому в Нидерланды. Может быть. Да, была передача у нас. Да? Ага, по местному телевидению. На қоршауды қараңыздар, қандай әдемі. Пошта жәшігі, аула, үй қандай әдемі. Тура бар ғой. Барлық үйлер осындай. Бір ғана үй емес, барлық контент, барлық жер контент. Әдемі үй көргің келсе, міне. Барлық жер қай үй болмасын. Бір үй бір үйге ұқсамаған, бірдей үй жоқ. Әр түрлі. Әр үй өзі жеке дара. Ух ты! Мынандай үйлер, көліктер көп. Кабриолет па? Қандай көлік? Аха, да. Раушангүлді қараңыздар. Мынандай ағашта өскен. Ақ раушангүл. Қандай күшті. Камераны өшіп қоямда, ары қарай басқа үйді көрсетейін десем, жоқ. Бір қадам аттасам, бір үй бір үйден өтіп тұр.
Камераны өшірмей әр үйді түсіре беруге болады. Мына балалар ойнайтын жері. Анда ор қоям, тауық ұстайтын жер екен, тауық. Міне, мына мүсіндерді қойып тастапты. Әдемі. Қамыстың өзін қараңыздар, қандай. Агрария жақсы дамыған ғой. Аграрлық министрлікте 6 адам отырады. 6-ы да жас балалар. Парламенттің төрағасы 27 жастағы жас бала болыпты. 27 жастағы. Халық өзі таңдап қойыпты. Парламенттің төрағасын 27-тегі бала. Халық таңдап алған. Занды отыр. Өзінің орнында 27 жастағы бала. Өз орнында занды отыр. Парламентті басқарып. Я сюда приехала, сразу объявила себя ютубером. То есть эта страна должна уже знать, что я сюда попала как ютубер тоже. Да. Не просто полит-ютубер. Здесь у меня контраст. Я сравниваю жизнь в Казахстане и здесь. Вот как можно жить. К этой жизни стремитесь. Я сказала, говорю, она казахстанцам говорит, что вот они вот как сказочно живут. Как в сказке живут. Она показывает, сравнивать с казахами. Она говорит, и кноп, я поняла, говорит. Но им нравится, когда их хвалят. Да, я еще говорю, она говорит, люди такие добрые, говорю. Она говорит. Мына үйдің ауласын қараңыздар. Қандай әдемі. Әдемі. Бірнеше көліктері бар. Мынау деген ертек үй. Ой, қандай әдемі. Көкорай шөп. Жалаң аяқ шөпте отырасын, аяғын жайып, жазып. Сол арнайы осы ауылға келіп, көрушін қаланы көріп шықтым бәрін. Қалада барлығы бір қалыпты. Енді ауылды бір көрейін деп келдім осы ауылға. Қазір Хорн қаласына кетем. Хорн қаласында бір кісінің үйіндемін. Хорн қаласында. Ауылды көрушін келдім. Ауылдың атмосферасы қандай, қала қандай. Қаланы көрдік, неше қаланы араладым. Камераны өшір қоям да, кішкене жүре тұрайын, басқа әдемі үйге жеткенше десем, жоқ, 2 қадам аттаймын да, тағы да әдемі үйлер басталады. Камераны өшірмей-ақ тұр осы жүре беру керек екен. Бір жаман үй жоқ, мынаны қараңдар, қандай көлік. Раритет. Мына отыратын орындары бар, шай ішіп, жайғасып отыратын. Жасыл түстердің түр-түрі. Камераны өшірмей-ақ, осы жүре беру керек. Өшіп қоямды, тағы әдемі үй кездеседі. Енді өшірсем қайта, бұны өшірмей осы жүру керек, әдемі үйлерді көріп. Барлықтары арық, бесеветпен жүріп. Это цветы снег. Ух ты. Жоқ, мынандай гүлдер бізде бар. Ага, осы гүлдерге ұқсас. Осындай аула. Да. Мынандай. Спин. Не ол? Спин, вот.
Что такое? А, спин. Черепица. Куманды сапан. Пять дней, да, как жарко? Да. До этого прям ветер, холодно, прохладно. Да. Лето до только началось. Да, до воскресенья. Угу. В понедельник будет облачно. Мынандай ауыр. Өрмекшілері көп. Бір күннің ішінде үлкен өрмек жасайды, үлгереді. Телефонды өшірмей осылай жүре беру керек. Қойлар. Ешкі біреу. Пауков, да, өрмекшілер елі екен. Иә, бір түнде кеше ғана терезенің бәрін өрмектен тазалық қойсам, екінші күн тағы да үлкен өрмекшілер, өте үлкен өрмекшілер. Қазақстанда ондай өрмекші жоқ, мен өмір көрмедім. Әппақ мысықтар аңыздар. Әппақ. Бір ешкі көрдім. Неше жүрдім, ешкінің бірінші рет көріп тұрмын. Бір ешкі бар екен. Сүт беретін ешкі шығар. Мені жібере салады. Жайып, бағып, бақташыға ақша төлемейді. Мен осындай көліктер көп екен. Здесь богатые люди живут, да? Все на кабриолетах. Все богатые үйлер. Здесь беженцы живут? С ними? Да, живут? 4. Нет, не здесь. С ними не живут? Нет, чего? Они даже не подпускают, да, беженцев? Нет, они, если сдают дома, очень дорого. Дорого, да. И беженцы не потянут? Конечно, нет. И они сами не хотят с беженцами, да, они протестуют? Это те, которые устали от беженцев, здесь прячутся, да? Да. Подальше от беженцев. Ну, правильно. Тишина, покой, да? Красота, большие дома, дворы большие. Да, можно скотину держать. Да, все есть. Ой, я не думал, что там дальше еще. Поле у всех. Всех поле. Да. Машинелер бәрі тап-таза. Автомойка жоқ, біздік сияқты гүрілдеп. Автомойка. Автомойка СТО. Химчистка жоқ. Да. Химчистка жоқ, е? Сами. Камераны өшірмей осылай жүре беруге болады. Енді камераның қуаты біткенше осы әдеміліктерді сүре берем. Көрініздер, қазақтар қалай өмір сүруге болады. Егер біздің президентіміздің дені сау болғанда, әр қазақ бұлдан да асып өмір сүретін еді. Бұларда кен орны жоқ, пайдалы қазбалары жоқ, түгі жоқ, теңізден басқа. Соның өзіне қарандар. Не мұнайы жоқ, не газы жоқ, не темірі жоқ. Құр судан басқа түгі жоқ. Міне өсімдіктер. Соның өзіне міне қалай өмір сүрір. Біздің Қазақстанда бүкіл Менделеев кестесінің бүкіл пайдалы қазбалары бар Қазақстанда. Америка мен Қазақстанда ғана осми шығарылады. Осми ең қымбат пайдалы қазба осми. 1 граммы $100 тұрады. Сол осмидан Марсқа, өзге ғалам шарға ұшатын скафандр жасайды екен. Өртке бейім скафандр жасайды. Сонда Америка мен Канадада шығарылады осми, соң Қазақстанда. Қазақстан барлық елге жем болып сатып отыр, ал Америка мен Канада өздеріне пайдаланып отыр осмиді. Президенттің бізге істеген жаманшылығы. Қазақтар бұдан бір ғой 5 есе, 10 есе жақсы тұра алады. Өйткені біріншіден жеріміз кен байтақ. Әр адамда 5 гектар, 10 гектар жері болса, мынандай үйді керемет салып тастаса, отырады ғой қазақтар. Осылай қоршауда малын ұстап, балаларын бағып, қазақшасын сөйлеп, орысшасын ұмытып.
орыстардың құлы жасап қойған қазақтарды. Қараңыздар, бір үйдің әшекейлеп қойған. Мынау арнайы былай бөліп қойған, қоршап, мына жасыл кілемше жайып қойған. Сонда мынандай ойыншықтар, көшеде тұратын саздан жасалған. Бір адамның үйі осындай. Ешкім келіп сындырып, ұрлап алып кетпейді. Осындай бір ертегін жақсы көретін бір адам шығар. Мына шамның ішіне өсімдік алып қойған. Видео камерасы бар екен.